әскери тұрғыдан да, солдаттардың арасындағы беделі тұрғысынан да, кейін жазушы ретінде де, ғалым ретінде де бәрінен асып кеткен. Мысалға 1948 жылы одноразовая военная академия дегенді үздік бітірген, бірыңғай беске. Одан кейін 50-ші жылдардан кейін Калининград қаласында лекция оқыған, лекциясын генералдар тыңдаған. Гумшко деген генералдың бір естелігі бар. Баукең лекция оқыған кезде, Бауыржан Момышұлы лекция оқыған кезде, аудиторияда шыбынның ызыңы да естілмейтін. Басқа ешбір генерал, ешқандай маршал олай оқи алмайтын лекцияны деп айтады. Сондықтан енді батыр ретінде білеміз, ғалым ретінде де тануымыз керек. Ол кісінің мұраларын біз өзіміздің кәдемізге жаратуымыз керек. Енді жаңа сұрақтың ішіне мынандай бір мәселені қозғадың. Ол кісінің ерекше болмысы, үлгі тұтуға тарайтын бір тұстарын айтсаң дедің ғой? Иә, естеліктерінде айтып отырсаңыз аға. Иә, мысалға мынандай бір естелік. Бауыржан Момышұлы Кубадан бір делегация келіп, үйінде қонақ боламыз депті. Қонақ боламыз деп келген, содан кейін Баукең үйде жоқта, орталық комитеттен арнайы адамдар келіп, шетелден қонақтары келейін деп жатыр, үйіңізге ремонт жасаймыз деген ғой, капитальный. Әйел айтады, біз қуандық дейді, енді үйіңді тегін жөндеп берейін деп жатсақ, қуанасың ба, қуанбайсың ба? Содан кешке Баукең келді дейді, Кубадан қонақтар келеді екен шетелден. Уағалейкум ассалам. Сол арнайы адамдар келіп, үйімізді көріп, реттеп, жөндейміз деп, тегін жөндеп береміз деп шешім қабылдап деп, қуандық дейді. Сол Баукең ашуланып кетті дейді, ешқандай жөнделмейді үй. Ешкімнің ақшасы да, көмегі де керек емес бізге. Егер Бауыржанды көргісі келсе, міне Бауыржан осы, егер бір әдемі үйге көргісі келсе, әдемі үйге көп барып көре берсін деген да. Енді бұл кісі еш уақытта мені үйтпеді, маған генерал атағын бермеді, маған батыр атағын бермеді деп шағымданбаған ешкімге. Ешқандай шағым жоқ былайша айтқан кезде. Және ешқандай жеңілдікті қабылдамаған. Жақында Тараз қаласында мен Баукеңнің немере інісімен сұхбаттасып қайттым. 3 сағаттай сұхбат болды. Бекет Момынқұл деген ағамыз. Бекет Момынқұл кім? Бауыржанның әкесі Момыш қой. Момыштың інісі Момынқұл. Оны Баукең Таубұзар деп атаған. Момынқұл ұшқан ұядағы өте бір яркий образдың бірі. Бекет сол Момынқұлдың немересі. Сол кісімен сұхбаттастым ғой, мынандай бір естелік айтты ол кісі. Келіні Зейнеп базарда қымыз сататын жерлерге Баукеңе қымыз ішу үшін қымыз сататын жерлерді байқап жүреді екен да. Сонда бір әйелдің қымызына адамдар ерекше көп жиналады екен. Сон барып жайлап жұрт аяғы басылған кезде барып айтыпты да, мен Бауыржан Момышұлының келін едім, атама осы жерден атаға бір не алып тұрсам деген ғой. Қымыз, ой, Бауыржан Момышұлының келіні болсаңыз деп, арнайы әкелген қымыздың бір бөлігін әрине ақшаға беріп тұрады екен да. Сон Баукең бар, Бақытжан бар, бәрі шет. Содан бір күні келін кішкене мақтанайын деп айтқан ғой. Мен осындай сіздің атыңызды айтып едім, сізге арнайы осы бір бөлігін беріп жіберіп жатыр деген ғой. Қолындағы кесесін лақтырып жіберіпті да. Екінші әкеліп жүрме ондай қымыз деп. Яғни өзінің атын пайдалануға жол бермеген, өзі де пайдаланбаған. Осындай ерекше тұлға. Енді қазір бізде мынандай мінез бар ғой. Мені бағаламады, мені кездесуге шақырмады, менің кітабын шығармай қойды, ақындарға көңіл бөлмей қойды деп шағымданып жатамыз ғой. Осындай бірде-бір әңгіме жоқ Баукеңде. Ізі де жоқ осындай нәрсенің. Бұл да мінез енді, нағыз қазаққа тән мінез. Бір жағаға сахабалардың да бір мінездеріне ұқсап кетеді екен, расымен аға. Жақсы, аға, енді Толстойды да былай өз бетіңізше ізденіп оқып жүргеніңізді білеміз, аға. Осы Толстойды сөзбе-сөз есіме түспей тұр, мағыналай айтайын. Жаңағы осы жұрт менің осы соғыс пен бейбітшілігімді жаңағы ұлы шығарма деп қабылдайды, әйтеуір мақтап жатады, дабыра қылып жатады, талқылап жатады дейді.
Ал бұл менің негізгі шындап келгенде пәлсапама келгенде менің нағыз айтамын деген дүниемнің ішіндегі бұл дүниемнің несінде бұл ештеңе болмай қалады деген екен ғой, ана соғыс пен бейбітшілікті. Менің пәлсапамның алдында бұл еш шыбын-құрлы болмайды, бірақ адамдар оны түсінбей келе жатыр деп айтқан екен ғой. Ал біздер оны соғыс пен бейбітшілік енді білеміз ғой, қандай өте кең тарады, тіпті әдебиет деген не екенін біліп жатып соғыс пен бейбітшілік туралы еститін едік. Осыны адамдар түсінбеу себебі неде деп ойлайсыз аға? Сосын бүгінде түсінді ма толық? Тұлғаны қараған кезде мен ойымша тұтас қарауымыз керек, тұтас. Толстойда мынандай мәселе бар. Мысалға, Толстойдың өзінің жағы естеліктерінде айтады, мен жасамаған қателік, мен жасамаған күнә қаған жоқ деп айтады. Күнделігінде. Яғни Толстой деген ол бірден біз білетін Толстой сияқты бола салған жоқ негізінде. Одан кейін 1870 жылдардан кейін бұл кісі қатты өзгерген. Және күнделігінде айтады, 1880 жылдан кейінгі шығармаларымды ғана аударуға кеңес берем. Оған дейінгі шығармаларды мен ақша мен атақ үшін жаздым, оған әуре болудың қажет жоқ деп исповедь деген шығармасын айтқан. Мен бұл шығарманы қазақ тіліне аудардым. Сондықтан Толстой деген кезде орыстар айтады, ранний Толстой, поздний Толстой деп айтады. Сондықтан, мысалы менің өзіме сол поздний Толстой қызығырақ. Етін жиып, жаңағындай өз-өзіне келген, өзінің әрбір іс-әрекетіне баға беруге мүмкіндігі болған кезде Толстой маған қызығырақ. Кезеңдерінде. Мысалға мен Толстой деген кезде Толстойдың өмірінің соңғы кезеңдегі шығармаларын оқуға кеңес берем. Өмірінің соңғы кезеңі. Мысалға, мынандай шығармалар: Смерть Ивана Ильича, Много ли земли нужно человеку, немесе Исповедь деген сияқты. Сондықтан Толстойды іздесек, біз 1880 жылдан кейін іздеу керекпіз. Бірақ ол деген сөз, жаңа «Война и мир», Анна Каренина түкке тұрмайды деген сөз емес. Толстойдың өзі олар түкке тұрмайды деп айтқан. Күнделіктерінде де бар, шығармаларында бар осының дәлелдер. Сондықтан енді біреу жоқ Толстоймен келіспеймін десе өзі білсін. Бірақ мен сол Толстоймен келісем. Ал Толстойдың осы несі нақты осы жерде бір анықтап кетсек, аға, соңында ислам дінін мойындап кеткен дегенде сөздер бар ғой, әлі күнге шейін жаңағы екіге бөлініп жатады ғой қоғам. Біреуі жоқ, ол өтірік нәрсе, олай мойындамаған, біреулер жоқ мойындаған деп. Осыған бір нүктесін қойып жіберсеңіз аға. Мен мұсылманмын деп айтқан мен бір сөйлем көрген жоқпын Толстойдан. Хаттарынан да, күнделігінен де, шығармаларында ондайды кездестірген жоқпын. Сондықтан енді адамдардың айтатыны рас. Енді айтса бір нәрсеге сүйеніп айтатын шығар. Мен бұл жерде өзіме жауап берем. Мен ондай нәрсені, ондай дерек дәлелді Толстойдан таба алмадым. Іздеп көрдім біраз. Сондықтан менің ойымдағы Толстой кім? Толстой деген бар болмысымен, жан-тәнімен шындықты іздеген адам. Тапты ма, тапқан жоқ па? Ол мен үшін үлкен сұрақ. Мен жауабым осы. Мен кесіп айта алмаймын, өйткені өзім көрген жоқпын, өзім оқыған жоқпын. Енді бұндай ірі тұлғалар айтқан кезде кесіп, былай немесе былай бұрып жібере салуға болмайды. Нақты өзінің жазбаларына, естеліктеріне, зерттеушілерге сүйену керек. Сондықтан мен Толстойдың шындықты ешқандай компромиссіз іздегеніне тәнтімін. Толстойдың осы ізденісін қатты құрметтеймін. Бірақ кесіп айта алмаймын, өйткені ондай нәрсені өзім көрген жоқпын. Мысалға, анау Баукеңді де Момышұлы деген кезде шықпай қойған екен, содан Совет одағы батыр атағын алмай қойған екен деген әңгімені естіген шығарсың? Иә, естігем аға. Бірақ ол нәрсе жалған, ол. Жалған нәрсе. Ол Совет одағы батыр деген атақ беріледі деп шешіліп қойса, Момышұлы деген кезде шықпай қойса беріле салмайды, ондай емес қой енді ол. Мен Совет одағының батыр атағы алмау деген ол үлкен мәселе. Баукеңнің қатты аты шығып кеткен,
бір кісілер қатты көре алмай қалған, бір кісілер емес, бірнеше кісілер. Және жүйелі түрде Баукеңнің сондай Совет одағы батыр болмауына кәдімгі жүйелі түрде жұмыс жасалған. Тек қана фамилиясын айтқан кезде шықпай қойған, содан болмай қалған деген ол жай ғана сөз әшейін. Мен мысал ретінде айтатында, сондықтан біз бір тұлға туралы бір түсінік қалыптастыратын кезде осындай деректерге жүгінуіміз керек. Шетел әдебиетінен қандай шығармаларды оқуға кеңес бересіз деп бір сұрақ қойыпты бауырымыз. Ертай деген. Виктор Гюгоның әңгімелерін оқуға кеңес берем. Толстойдың 1880 жылдан кейінгі шығармаларын оқуға кеңес берем. Буниннің әңгімелерін оқуға кеңес берем. Бунин. Қысқаша осы. Бірақ шетел әдебиетінен біздің әдебиеттің асып кететін тұстары өте көп. Сондықтан бірінші кезекте өзіміздің әдебиетті қоюымыз керек. Саға бізде былайда мынандай бір мәселе бар. Жалпы қазақ бүйтіп айтады: қарынның ашқанына емес, қадірімнің қашқанына налимын дей ма? Бұл жерде мынандай ұлы мәселе көтеріліп тұр да. Қарын дегеніңіз ол кәдімгі физиологиялық қажеттілік қой. Ал қадір деген ол мазмұн. Біздің әдебиетте мазмұн бірінші орында тұрады да, бірінші орында тұрады, мазмұн. Ал Европа әдебиетінде формаға қатты мән беріледі, негізінде. Мысалы мен мынау аты шулы кейбір авторлардың шығармасын оқып отқан кезде қарным ашады. Мысалы европалықтар, мысалы Франц Кафка дейміз, Джойс, Зигмунд Фрейд. Олар мен ойымша мынау дұрыс, бұрыс, жақсы, жаман деген нәрсені ажыратамайды мен ойымша. Сөйтіп формаға қатты мән береді да. Ал біздің қазақта мысалы Бауыржан бүйтіп айтады: намысты нанға сатпа дейді. Намыс деген ол мазмұн, нан деген ол кәдімгі тіршілік, қарның тоқтығы. Ол символический сөз бұл негізінде. Намыс деген ол мазмұн, нан деген ол кәдімгі тірі жүру үшін керек нәрсе негізінде. Немесе қазақ бүйтіп айтады: малым жанымның садағасы дейді, ал жаным арымның садағасы дейді. Арды ең жоғары биікке қойып тұр да. Біздің әдебиет те осылай. Мысалға Абай бүйтіп айтады: іші алтын, сырты күміс, сөз жақсың, қазақтың келтірер қай баласы. Іші алтын деп мазмұнды айтып тұр, сырты күміс деп форманы айтып тұр. Сондықтан біздің әдебиет шетел әдебиетінен несімен мықты? Мазмұнға қатты мән беретіндігімен мықты. Сондықтан біз өз әдебиетіміздің мықты екенін білу керекпіз. Мен бұны қазақ болғасын айтып отқан жоқпын. Өзбек әдебиетте осындай, Шыңғыс Айтматов қырғыз әдебиетте осындай, түрік әдебиетінде де осы тенденция бар. Әрине бұл заңға бағынбай кішкене форма қолап кетушілік бізде де бар, онда жекелеген авторлар бар. Ал бірақ негізінен қазақтың атам заманнан келе жатқан үрдісі, дәстүрі осы. Мысалы қазақтың қара өлеңде бүйтіп айтады: іші алтын өлеңімнің сырты күміс, жақсы атқа бірдей бітер жорға жүріс дейді. Тура жаңа мен айтып отқан ойым дәлелдеп тұр. Абай осы жерден аған. Сондықтан мазмұн іздесек, рухани азық іздесек, бірінші шығыс әдебиетіне қатты мән беруіміз керек. Одан кейін барып Европа, шетел, Америка асуға болады. Онда да салыстыру үшін дейсіз ғой. Осында менде бір жаңағы айтқан тұстарыңызға қосып кетсем сөзімді. Осы Кафка деп жаздық қой, Эдгар Аллан По деген секілді Европада біраз жазушылар негізі андай психология тұрғыдан тіпті күмәнді болған дейді ғой, жаңағыдай ақыл есі дұрыс болғандыға. Осыны өте әдемі дұрыс айтып өттіңіз. Тіпті Жапония, біз сүйіп оқитын Жапон әдебиетінде де біраз жазушылар өздері өлмеуді насихаттап, бірақ өздері суицидке ұшыраған деген секілді осындай көптеген мысалдар бар. Көп рахмет аға. Жаңа Толстой деп жатырмыз ғой, сіз өткенде бір өте кеңінен талқыланған постыңыз бар ғой. Толстойдан мен Абайды биік қоям, себебі деп ары қарай өзіңіз айтып өттіңіз. Соны мұнда да бір айтып өтсеңіз аға, біздің бірінші курстар енді кіріп танып жатыр. Абай ақиқатты танып түсініп қойған адам, соған елді шақырамай зарлап жүр. Толстой ақиқатты таба алмай жылап жүр. Қайсысы артық енді? Сондықтан мен осы тұрғыдан
ақиқатты тану, табу тұрғысынан мен Абайды жоғары қоямын. Тағы да айтам, қазақ болған үшін емес, шын мәнінде сондай. Толстойдың бүкіл өмірі, бүкіл шығармашылығы. Мен өмірге не үшін келдім? Қайдан келдім, қайда барам деген сұрақтың төңірегінде өрбіген. Бүкіл шығармасы, күнделік хаттары осының айналасында. Ал Абай деген ол не үшін келдің, ойлан деп адамдарды шақырады. Не үшін келдің, ойлансайшы, шырағым, қайтсайшы, ойлансайшы, кел. Не үшін келдің, қайда барасың? Жалпы өмірдегі мақсатың не деген нәрсеге шақырады. Соны шақырамады деймін, содан зарлайды. Сондықтан Абайды, ақиқатты тану, табу тұрғысынан мен Толстойдан жоғары деп есептейтін сондықтан. Мен бұл сөзді, ол постты эмоциямен, немесе бір қазақты кішкене көтеріп қояйыншы деген мақсатта жазған жоқпын. Әбден көзім жеткен, анық, шүбәсіз көзім жеткен шындық болғандықтан жаздым. Дәл қазір ойланбастан мен Абайды Толстойдан жоғары қоямын. Толстойдан жоғары қоямын, ол көзқарасымды қажет болса дәлелдеп беруге де бармын. Бәрекелді аға, шынымен. Соны оқып біразымыз расымен іштей бір таңданып ризашылық білдіріп қалды аға. Мына жерде бір сұрақты оқи кетсем аға, қазақ әдебиетінен қай жазушыны көптеп оқисыз деген сұрақ қойыпты. Егер сөздің сұлулығынан ләззат алғым келсе, ойдың тұнығынан ләззат алғым келсе, Оралхан Бөкейді оқимын. Мысалы, Оралхан Бөкейдің Апамның астауы деген әңгімесі қандай ғажап. Қас құрылған түнде, мысалы үшін, Оралхандағы. Ал енді бойымдағы қазақылықты оятқым келсе, шынайылықты сезгім келсе, Бердібектің балалық шаққа саяхатын оқимын. Бауыржанға қайта-қайта. Тағы да қатып қалды деймін мен, Нұрбол. Даусым естіліп тұр ма, Нұрболат? Естіліп тұр аға. Жүсіпбек Аймауытовтың әнші деген әңгімесін қанша рет оқығанын білмеймін енді. Ол жерде бір эстетикалық ләззат бар. Оны енді жүрекпен ғана өлшей аласың, оны тілмен айтып жеткізу мүмкін емес. Жүсіпбек деген ол анасынан туған кезде жазушы болып туғанда, анау шығармаларын оқып жатқан кезде сезінесің. Ешқандай ышқынбайды, күшенбейді. Кәдімгі ағып қаламнан інжу маржан төгіліп жатқанын сезінесің ғой кәдімгі. Мұқағалиды жастанып оқимыз, Абайды үзбей оқимыз, Бауыржанға қайта-қайта соға береміз. Тағы кімдер бар? Негізі осы авторларға қайта-қайта соғам. Қазақ жазушыларынан осы. Рахмет аға, жаңа енді Абай атамызды айтып жатырмыз ғой, енді осы Абайға байланысты осы жақын ортада екі фильм шықты аға. Біреуі Абай деген, біреуі Абай жолы деген. Осы тұста мен екіні қойып өтейінші аға. Осы фильмге енді бір көзқарасыңызды айтып өтсеңіз, бұл фильм шыққалы бері, білмеймін, бір қатты үлкен бір газетке мақала жарияланып, болмаса сайттар шулап ешқандай ештеңе пікір білдірмеді. Неге екенін мүмкін қызықтырмады ма? Бірақ өте тамаша көтерілген ғой. Осы туралы, фильм туралы айтып өтсеңіз. Екінші сұрағым аға, мен осы фильм шығардан бірнеше апта бұрын мынандай ой келіп еді маған. Абай жолын қайталап бір оқып шықтым өткенде. Сонда мысалға кеңестік жаңағыдай патша үкіметінің цензурасына ұшыраған жерлер өте көп та, мысалы орысты мадақтайтын жерлері, сосын Құнанбайды қатты өзгертіп жіберген жерлері. Осыны енді заман өтті, тәуелсіздігімізді алдық. Осыны халық үшін, болашақ ұрпақ үшін осы Абай жолын қайтадан өзгерістер енгізсек бола ма? Қалай қарайсыз осы? Бірақ мүлде әдебиет. Жоқ, болмайды. Біріншіден, Абай жолы Мұхтар Әуезовтің туындысы, оны өмірден өтіп кеткеннен кейін бір әрпін өзгертуге біздің ешқандай хақымыз жоқ. Қиянат. Бауыржан Момышұлы айтады,
Мұхаңның Абай жолы сөз жоқ ұлы шығарма, бірақ кей жерлермен келіспеймін дейді. Қай жермен келіспейді? Ол кісі Абайды көтерем деп Құнанбайды кемітеді. Қазақта бір сөз бар. Иттен ит туады боқ жейтұғын, малдан мал туады шөп жейтұғын деген. Осы қағиданы Мұхаң саясатқа бейімдеуге барды деп айтады. Күнделік естелігінде. Міне тура осы көзқарасты мен де ұстанамын. Абай жолы деген сөз жоқ ұлы шығарма. Ол деген, Абай жолы деген, ол тек қана шығарма емес, ол энциклопедия. Қазақтың болмысы, мінезі, сөздік қоры, сөздік тұнығы, тарихы, 19-20 ғасырдағы қазақтың психологиясы, қоғамдық көрінісі, сол заманның суреті тоқтамай айта беруге болады. Енді ол теңдессіз туынды. Бірақ жаңағы мен айттым ғой, ранний Толстой, поздний Толстой деген сияқты 1930 жылға шейінгі Әуезовтің шығармалары бар, 1930 жылдан кейінгі Әуезовтің шығармалары бар. Бұны біз түсініп, бөлек қарастыруымыз керек. Бұл менің пікірім емес, бұл мықты зерттеушілер айтады, әдебиеттанушы ғалымдар айтады осын. Сондықтан Абай жолына көзқарасым осы. Абай жолы деген сөз жоқ ұлы туынды, бірақ ішінде кеңес дәуірінің тигізген салқындары бар. Енді бірақ бір нәрсені ұмытпауымыз керек. Әуезовтің Абай жолынан бөлек Абай туралы мақалалар бар ғой? Мысалға поэтическое окружение Абая деген 1934 жыл жазған. Мекемтас Мырзахметұлы Әуезовтің Абайтауындан жарияланбаған материалдар деген ғажап, кәдімгі алтынға бергісіз кітабы бар. Осы кітапты оқыған кезде мен мынандай қорытындыға келдім. Әуезовтің Абай туралы шын көзқарасын білгісі келген адам ғылыми мақалаларын оқу керек. Поэтическое окружение Абая деген мақаласы деп айтты. Абайдың ақындық ортасы. Осы мақалада Әуезов Абайдың бүкіл арналарын, қай бұлақтан алғанын, нәрлерін, тамырын, тарихын жіліктеген ғылыми негізде. Осыларды оқып көру керек. Ал енді Абай жолы деген ол тарихта қалды, оны өзгерте алмаймыз, өзгертуге ақымызда жоқ ешқандай. Тіпті Абай жолын жазбаған күннің өзінде Әуезовтің жаңағы Абай, мысақыра, Абайдың толық шығармалары жинағын жасап кетті. Қазір ешкім жасай алмайды оны. Егер Әуезов сол кезде соны жинап бермегенде, Абайды дәл осы деңгейде танымас едік біз. Осыны ұмытпауымыз керек. Сондықтан міне Абай жолы туралы көзқарасым осындай. Абай жолын мысалға қайта-қайта оқыған сайын басқаша бір қырларын ашуға болады. Мысалға мына бір кітапты қара. Тайна русификации казахов деген Мекемтас Мырзахметұлының кітабы да. Осы кітаптың шығуына себеп болған Абай жолы романы. Бұл кісі Әуезовтің қолжазбаларын зерттеген, Абай жолының алғашқы нұсқаларын оқыған, сөйтіп алғашқы нұсқа мен кейінгі нұсқаның арасындағы үлкен ерекшеліктерді байқағанда, сол байқау қазақ қалай орыстандырылды деген 20 ғасырдағы мынандай теңдесі жоқ шығарманың дүниеге келуіне себепші болған. Сонда бүйтіп айтады, Мекемтас Мырзахметұлы бүйтіп айтады, Абай жолында сендер түсіне бермейтін, сендер оқысаңдар да көре алмайтын талай жұмбақтар жатыр деп айтады Абай жолында. Сондықтан Абай жолы деген ол серьезный нәрсе, оны жаңа бір сөзбен бүйтіп бағалап тастауға біздің деңгейімізде жетпейді, біз оған ақымызда жоқ, Нұрболат. Оны бір рет жеткіліксіз дейсіз ғой онда, иә? Жоқ, әрине. Қарғын, жаңа фильмге байланысты не сұрап едің, ұмытып кеттім. Осы Абай жолы фильміне байланысты осы нәрсе негізі тамаша көрсеткен ғой Әуезовтің Құнанбайды өзгертуіне не себеп болғанын. Дауысым естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр. Енді дұрыс болды деймін. Жаңағы Абай жолы не ерекшелік байқадыңыз? Қандай бір себеп? Оның сол басты ерекшелігі Әуезовке қатысты, Абайға қатысты, Абай танудың тарихына қатысты тарихи шындықтарды сол фильмге арқау етіп алғанда ең басты ерекшелігі осы деп айтатын едім мен. Және тілі қатты ұнады. Мысалға
мынау Қыз жібектің тілі ерекше да. Өйткені ол жерде Асқар Сүлейменов деген қазақтың мынау лингвистикалық прозаның ірі өкілі сценарист болған. Ал жаңағы Абай жолы сериалында Ұларбек деген бауырымыз жүрді. Иә. Сол Ұларбектің іздері көрінеді жаңағы кинодан. Сондықтан екі құндылығын баса айтқым келеді. Біріншісі, тарихи шындықты барынша молынан жүйелі түрде беруге тырысқан, және оның үдесінен шыққан. Екінші, тілі өте құнарлы. Мен фильмдерден тілге қатысты мынандай екі бір көңіліме қонбайтын бір қателік байқайтын едім соңғы кездерде. Біріншісі, шектен жасанды шешендікті киноға енгізеді. Екіншісі, көшенің ал мына фильмде кәдімгі тұнық қазақы қарапайым, қазақтың дәл өзіндей қарапайым тұнық бір тіл бар да. Осы екі ерекшелігін айтуға болатын шығар. Мына жерде бір сұрақ бар екен. Қарғын Көкнар деген шығарманы көрдіңіздер ме? Мағауин мен Исабековтың ойыңызды айтып өтсеңіз деген. Қарғынды оқушы кезінде оқыдым. Және осы былтыр оқыдым. Сол оқушы кезінде қатты әсер еткен еді, бірақ мынау былтыр оқыған кезде мен онша көңілім толмады, шынымды айтайын. Қарғын деген ол жаңа Асқар Сүлейменов өрдегі негізгі образ Асқар ғой, Асқар. Сол шығармада Асқар пайда болған жерлерде қызық болады да, Асқар жоқ жерлер тартпай қалды мен. Ал енді Мұхтар Мағауиннің шығармаларына келетін болсақ, бұл кісінің шығармаларын ішінде маған аса қатты әсер еткен шығарма, ол архив хикаясы деген ғажап бір туындысы бар. Соны бір ауыз сөз айтып өтейікші, маған да өте қатты ұнаған. Мен осыны қателеспесем 15 рет па оқыған шығар маған оқушы кезінде. Мен студент кезінде оқыдым, ерекше есімде қалып кетті. Енді хас шебер ғой ол кісі. Сондықтан енді ол Мұхтар Мағауиннің қаламынан шыққан нәрселердің ішіндегі маған ерекше есімде қалған ол архив хикаясы деген шығарма. Бұл сұраққа қысқаша осылай жауап берейік. Түсінікті. Жақсы, сосын аған жерде Жүсіпбек Аймауытовтың Елес деген шығармасын оқығансыз ба, түпкі астары мағынасы қандай деген сұрақ болды жаңа. Бұрынырақ оқыған едім. Сол өз дәуіріндегі жазушылардың жалпы қолына қалам ұстағандардың ең басты қателіктерін астарлап жеткізген, егер қателеспесем. Бірақ енді бұрынырақта оқыған екен, қазір мен ол туралы терең толғап айта алмаймын, өкінішке орай. Абай атамыз бүкіл әлемдік философ данышпандардан жоғары ғой да депті. Да, жоғары. Енді көшенің тілінде ойылып кетті ол сұрақ. Жоқ, көшенің тілі емес, әзіл деп айтып қойып тұр ғой. Жақсы. Өзімнен келесі бір сұрағым болса, маған бүгінгі енді смартфонға тістелген алмаға телмірген уақыт болды ғой, қазір сондай заманаға. Осыған қарап болашақты қалай болжайсыз өзіңіз аға? Болашаққа үрке қорқа қарайсыз ба? Жоқ, осы бір 10-15 жылда түзеліп кетеміз, қайтадан өз қалпымызға ораламыз деп ойлайсыз ба? Өзіңіз жалпы... Неге үрку керекпін мен? Неге үркіп қорқу керекпін? Жылдан жылға жаңағыдай жеңілденіп баратыр ғой, мысалы, адамдар азғындап, жеңіл күлкіге әуестеніп, шұқылап жатқан телефонымызда, қоғамымызда сондай нәрсені қатты дәріптеп кеттік қой, сол жағынан сұрағам. Түсіндім. Енді өзінің бір ерекшелігі болады да, мысалға, Мұса пайғамбардың дәуірінде сиқыр қатты дамыған екен. Иса пайғамбардың дәуірінде медицина қатты дамыған. Ал енді Мұхаммед алейхисаламның дәуірінде сөз өнері шарықтау шегіне жеткен. Сөз өнері. Ал қазір мынау АКТ деп айтамыз ғой, ақпараттық технологиялар, компьютерлік технология қатты дамып тұрған дәуірде өмір сүріп жатырмыз. Бұл заманның сипаты, бұдан ешқайда қашып құтыла алмайды. Бұл жерде мынандай мәселе бар да, бір ағамыз айтып еді, интернет дегенді мен теңізге ұқсатамын, мұхитқа ұқсатамын дейді.
оның ішінде жүзе білген адамға неше түрлі қазыналар жатыр. Түбіне жетіп алам десең, үнжу маржандар да жатыр. Жүзе алмасаң тұншығып өлесің деп айтып етті. Осы пікірі маған қатты ұнады. Интернеттен қашып құтыламайтын болсақ, егер ол заманның шындығы болса, онда оны дұрыс пайдалануға қатты бас ауырту керек, осыған үйрету керек. Оқушыны, студентті осыған үйрету керек. Телефон ұстама, телефонға үңіле берме дегеннің ешқандай мағынасы жоқ. Өйткені соның дәуірі, соның заман. Сондықтан оны дұрыс пайдалануға басымдық беруіміз керек, соған шақыруымыз керек, тәрбиелеуіміз керек қой. Өзімізді де. Бүкіл әлем алақанында тұр. Бүкіл әлем. Одан артық не керек? Тек пайдалана біл, ол сынақ. Мен 2007 жылы операцияға түсіп қалдым. Енді басында, бас жағымда қолына әртүрлі құрал саймандарын жалаңдатып хирург тұр да. Пышағы бар, басқасы бар. Бірақ қорқып жатқан жоқпын, өйткені ол менің денемді біліммен кесейін деп жатыр ғой. Ал енді қарақшы ұстап тұрса қашатын ем да. Сол кезде ойладым, білімнің кереметін қараш, пышақтың өзін әдемі қылып жібереді екен ғой деп та. Сондықтан интернетті ғылыммен, біліммен пайдалансақ, оның бізге берері өте мол. Қашпау керек одан. Өте әдемі айттыңыз аға. Жаттап алдым мысалы. Мысалы, Абайда мынандай жолдар бар ғой, Нұрболат. Шотанбай дулатпенен бұқар жырау, өлеңі бірі жамау, бірі құрау. Әттең дүние сөз таныр кісі болса, кемшілігі әр жерде көрінеу тұрау деген. Осы жерде Әуезов айтады, бұл жердегі Шортанбай Дулат Бұхар деген 19 ғасырдағы жыраулар поэзиясының ең үздік 3 ірі өкілі, 3 ірі киті деп айтады. Абай соларды сынап жатыр дейді. Бірақ сынағанда олардың ақындығын сынап жатқан жоқ деген Әуезов. Олардың қоғамды тануына, қоғамдық көзқарасына көңіл толмай отыр дейді. Мысалға мынау зар заман өкілдері ақша деген мал шықты. Айта беріңіз аға. Жоқ, олар зар заман өкілдері, олар әлемдік деңгейдегі ақындар, оған дау жоқ. Олар қоғамды, сол кездегі заманды тану тұрғысынан Абайдан қалып тұр. Мәселе осында. Әуезов айтады, Абай осы қоғамдық көзқарасына көңіл толмай жатыр. Орысша мақаласында айтады, от них отталкивается, олармен арасын ашады дейді. Абай не дейді? Ана орыстың тілін үйрен деп тұр ғой. Олар мысалға келе жатыр, құритын болдық десе, Абай айтады, үйреніп ал ананы деп тұр. Өйткені үйренбесе болмайтын түсініп қойды. Міне осындай мәселе. Сондықтан қазіргі біздің заманның сипаты ол жаңа акты дегеніңіз. Түсінікті аға. Бұл жерде тағы бір сұрақ болды Ақбаян деген аруымыздан. Сіздің ойыңызша білім толық істелген іс пе, әлде ақпаратты алып оқу ма дейді аға? Білімді, яғни практика жүзінде асыру ма, жоқ? Жай ғана оқу ма деп тұр. Шындықты тану, оны іске асыру. Ақпараттың түк қатысы жоқ. 10 кітап жаттап алудың, көп оқудың түк қатысы жоқ менің түсінігімдегі білімге. Мысалға, мынандай бір мысал. Менің Дәулет деген атам 12 жасында Таласбай деген ақсақалмен жолға шығыпты. Бел деген төбеге жеткен кезде 5-інің уақыты кірген, намаз оқылайын деген. Жаңа 12 жасар, мен ол кезде 12 жасар ем дейді, жаңа Дәулет деген ақсақал айтады. Жиылып тұрған шөптен бір уыс шөпті алып, аттар жеп тұрсын деп әкеп сақ қойдым дейді. Бір кезде анау атасы намазын бітіріп келген, мына шөпті қайдан алдың депті. Анау жиылып тұрған шөптен алдым. Егесі бар ма екен, сұрадың ба деген. Жоқ, егесі жоқ деген. Егесі жоқ, шөпті әкеп бердің ме аттарға деген, түрі бұзылып кетті дейді. Мен тап бір адам өлтіріп қойған сияқты. Аттардың аузындағы шөптерді біртінде біреуін қалдырмай жұлды дейді. Аттардың тісін тазалады дейді. Шайнап қойған шөптерін шығарттады. Соны егесі жоқ шөпті алдың ба шынымен деп, жаңағы шөптердің бәрін жинатқызды, бір шөп қалдырған жоқ дейді жерде, бір шөп.
Қай жерден алдың көрсет деп біртіндеп отырып ана шөпті қайттан тыққыз дейді ғой орнына. Соң бір жақта ана боз деген бар, боз. Былтырғы қап кеткен шөп. Қалды ма деймін, а? Қолдарым қызарып кетті. Ойдағыда ана жерде бір 2-3 сағат әлек болдық дейді ғой, сонда бір 2 уыс шөпке. Міне білім деген осы. Менің түсімде білім деген осы. Енді бір адам әлемдік философияны жаттап алған, Гегельді, жаңағы бүкіл Европаның менің түсінігімдегі білім ақиқатты тану және онымен өмір сүру. Сондықтан жаңағы сұрақ қойып отқан біздің бауырымыз или қарындасымыз өте терең сұрақ қойып отыр. Бәрекелді. Аға, енді осы сіз әлеуметтік желіде байқап қаламыз, осы эпостарды арасында талдап отырасыз ғой. Осыны қалай ойлайсыз? Балдарға осылай жаттатқан дұрыс па, жоқ осылай мағыналай дастархан басында күнде тәпсірлеп отырған дұрыс па? Қай уақытта да жаттаған дұрыс па оны? Мен сұрақтың бас жағын естімей қалдым. Өзіңіз эпостарды әлеуметтік желілерде байқап қалам аға. Талдайсыз ғой осыны құртқа туралы. Иә. Лир эпостық жырларды болмаса, осы эпостық жырларға байланысты балдарға жаттату керек деп ойлайсыз ба, жоқ дастархан басында осы күнде тәпсірлеп отырған дұрыс деп ойлайсыз ба? Ахмет Байтұрсынов әдебиеттанушылар былай деп айтады. Ертегілер бұрынғы халықтардың, бұрынғы бабаларымыздың салт дәстүрін бізге жеткізсе, мынау батырлар жыры халықтың сол кездегі рухын бізге жеткізеді деген. Халықта жоқ рух ақынның өлеңінде болмайды деген. Халықта жоқ рухты ақын өз өлеңдеріне ала алмайды. Халық рухының сәулесі түспей тұрмайды. Сондықтан ең бірінші батырлар жырында алатын 2 мәселе бар бізге. Біріншісі ол отанды сүю. Бір мысал. Қобылан деген батыр мынау парсы жұрты мазалаған түріктерді арашалайын деп әйелін, бала-шағасын, ата-анасын мыңғырған жылқыларын тастап кетіп бара жатыр. Үлгі бар ма, жоқ па? Егер түсіне білсек, міне отанды сүю деген осы. Қара, құртқа деген ару қасында тұр, сүйікті ата-анасы. Қартайғанда зорға жеткен ата-анасы тұр. Қарлығаш деген қарындасы тұр. 90 құлы бар, мыңғырған жылқы, бәрін тастап, елдің ісі үшін кетіп бара жатыр. Үлгі алатын мәселе бар ма, жоқ па? Әрине бар. Егер сен әшейін жаттап алып, бұл түйінді шығарамайтын болсаң, оны оқымай қойған дұрыс негізінде. Егер осы түйінді шығарамайтын болсаң. Енді құртқаны қара. Құртқа деген ол ханның қызы. Жолда келе жатқан кезде айтады, мынау Көгала бие кімдікі? Сұлтаным берген, мына Көгала бие кімдікі? Мына астындағы атың жауға мініп шабуға жарамайды. Анау биені мені берсең де ал деп батырға сондай ұсыныс жасайды да. Енді қара, жолда келе жатыр, әлі отауға да кірген жоқ, күйеуінің қамын ойлауды бастап кетті. Ол құртқан бүкіл жырдың басынан аяғына шейін істейтін тірлігі мынандай. Қобыланның атын баптайды, ашуланып келе жатса алдынан шығып әдіс айла жасайды, сауыт сайман дайындап отырады. Сол Қобыландағы қызмет жасауымен тарихта қалған ол. Міне қазақ әйелінің күйеуіне деген құрметі. Одан кейін жаңағы Сәлімбай деген Байбатжаныкі жаңағы немере ағасы Қобыланның. Соған адам жібереді, 40 нарды жүгімен алсын да, жаңағы Көгала биені берсін десе, Сәлімбай бүйтіп айтады жырда. Бұл жібердім қалаға, бұзау баспақ танаға, арнап едім балаға. Бір тайдың несін сұрайды, әкете бермей далада. Бір тай түгіл Қобыланнан жалғыз жаным садаға.
қалағанды алдым деп мақтанып барсын, алдына тоқтарсын да ағаға дейді. Үлгі бар ма, жоқ па? Үлгі бар. Қазақтың мәрттігі, інісіне деген құрметі бар. Сондықтан, яғни бірінші осындай үлгі өрнектерді алу керекпіз. Осындай рухты, мәрттікті түйсіну үшін оқу керекпіз. Екінші, тілі.